Сәлем достар, сіздермен Арайдың асханасы көпшіліктің сұрауымен сіздермен бүгін кукурузный кашаның рецептісімен бөлісемін. Былайша қарағанда оңай, нені жасалады, бірақ көп адамдар жасалу жолын білмей жатады. Сол үшін менімен бірге жасаңыздар. Достар, жаңа видеомды жіберіп алмау үшін каналыма тіркеліп, менің каналымның дамуына үлестеріңізді қоссаңыздар. Ең алдымен ыдысымызға суымызды құйып аламыз. Мен барлық кашаларға міндетті түрде сумен бірге араластырып дайындайтын боламын, тек сүтке ғана емес. Міндетті түрде суымыз қайнағаннан соң біздің крупамызды саламыз, яғни жармамызды, жүгері жармасын саламыз. Осылай аз мөлшерден саласыздар, көп салып қоймаңыздар, өйткені бұл піскеннен кейін көлемін 2-3 есеге ұлғайтады. Сол үшін осылай аз мөлшерден салып, осылай жақсылап араластырып тұрып шамалы пісіріп аламыз. Осы орайда асты өте баяу отта 10 минуттай суы тартылғанша пісіреміз. Арасында осы араластырып тұруды ұмытпаңыздар, өйткені асты жабысып қалуы мүмкін. Суы тартылып шығады, сол кезде бірақ біз сүтті қосатын боламыз. Мінеки 10-12 минут уақытымыз өтіп шықты, суымыз жақсылап тартылды. Осы орайда біз сүтімізді құйып шығамыз. Сүтті де бірден көп құйып жібермеңіздер, осылай араластырып отырыңыздар әрдайым. Сұйықтау масса болуы керек, қою болмауы керек. Егер қою болса, біздің кашамыз піспей қалады. Бұл кукурузный, яғни жүгері жармасы, кукурузный кашамыз өте ұзақ піседі. Жоқ дегенде 20 минут уақыт аралықты алады. Сол үшін соны ескереміз. Міндетті түрде солай пісіріп аламыз. Дәміне қарай қант, тұзымызды салып, кішкене ғана тұзымызды, кішкене ғана салсаңыз жеткілікті. Дәміне қарай қантты салып, жақсылап араластырып, тағы да асты өте баяу отта 10 минуттай пісіріп аламыз. Мінеке достар, 10 минут уақытымыз өтіп шықты. Осы араластырған кезде шамалы сұйықтау болуы керек. Біздің кукурузный кашамыз толық пісіп шықты. Осыны ескересіздер, міндетті түрде жоқ дегенде 20 минут пісіріп аламыз. Өйткені дұрыс піспей қалса, балаларыңыздың ішін ауыртуы мүмкін. Міндетті түрде дайын болғаннан кейін сары майды қосуды ұмытпаңыздар, өйткені сары маймен өте дәмді болып шығады. Неке достар, біздің кашамыз дайын болды. Менің ұлымның ең жақсы көретін кашаларының бірі. Өте жақсы көреді, аптасына 2 рет пісіріп беруге тырысамын. Өйткені күніге пісіруге де болмайды, баланың асқазанына ауыр тиеді.